Бұл видеода біз Korea Hub KZ платформасы дуалдық оқытуда қандай жұмыс атқаратынын қарастырамыз. Алдымен сізге Korea Hub KZ сайтын ашып, логин мен құпия сөз арқылы немесе берілген Google аккаунт арқылы кіру қажет. Жүйеге кіргеннен кейін сіз жеке кабинетке өтесіз. Онда жалпы статистиканы және өтінімдер санын көре аласыз. Дуалды оқытуға өтінім қалай құру керек? Сол жақтағы мәзірден дуалды оқыту бөлімін таңдап, құру батырмасын басыңыз. Ашылған бетте барлық жолақтарды толтыру қажет. Атауы жолағында дуалды оқыту атауын жазыңыз. Мысалы, заводтағы дуалды оқыту немесе мамандыққа байланысты басқа атау. Бұл іздеуді сізге және компаниялар мен студенттерге жеңілдетеді. Регионды таңдаңыз. Дуалды оқыту түрін көрсетіңіз. Факультет немесе кафедраны енгізіңіз. Егер факультет болмаса, сызықша қойыңыз. Дуалды оқытудың басталу және аяқталу күндерін жазыңыз. Мамандығын көрсетіңіз. Дәреже жолағында колледж таңдаңыз және курсын белгілеңіз. Платформада тіркелген компанияны іздеу арқылы таңдауға болады. Егер қажетті компания жоқ болса, бұл жолақты бос қалдырыңыз. Барлығын толтырған соң сақтау батырмасын басыңыз. Енді сіз колледждің дуалды оқыту бағдарламасын көре аласыз. Қажеттісін ашып, деректердің дұрыстығын тексеріп, жариялау батырмасын басыңыз. Сіз жариялағаннан кейін өтінім жұмыс берушілердің тізімінде пайда болады. Олар оған жауап беріп, студенттер санын, шарттарын және талаптарын көрсете алады. Барлық жауаптарды дуалды оқыту бетінде көресіз. Егер жұмыс берушілер бөліміндегі күтілуде деген жазуды бассаңыз, өтінім бойынша мәліметтер ашылады. Осы жерден сіз қабылдау немесе бас тарту туралы шешім қабылдауыңыз керек. Егер сіз өтінімді қабылдасаңыз, оны студенттер көре алады. Енді үш жақты келісімшарт рәсімдеуге болады. Ол үшін сіз келісімшартқа номер беріп, электрондық нұсқасын жүктеп, платформада сақтайсыз. Келісім шартты компьютерде ашу үшін жай ғана ашу батырмасын басыңыз. Платформада сіз компания мен студенттің қол қою статусын бақылай аласыз. Компания мен студент қол қойғаннан кейін, сіз де өз тарапыңыздан барлық студенттерге бірден қол қоя аласыз. Ол үшін беттің төменгі жағына өтіп, барлық студенттерге қол қою батырмасын басыңыз. Содан соң ECP арқылы қол қою таңдаңыз. Онан кейін QR код пайда болады. Сол арқылы кімнің қол қойғанын тексере аласыз. Келісім шартты платформаға жүктегеннен кейін ұлттық кәсіпкерлер палатасы атамекен онымен таныса алады. Келісім шарттан бөлек сізге оқу жоспарын, кестені және оқу бағдарламасын да жүктеу қажет. Бұл құжаттарды да атамекен көре алады. Барлық тараптар қол қойғаннан кейін студент дуалды оқытуға кіріседі. Дуалды оқыту аяқталған соң компания студент туралы пікір қалдырып баға қояды. Сіз ол пікір мен бағаны көре аласыз. Барлық деректер платформада сақталады. Осы видео Korea Hub платформасының дуалдық оқытуда мүмкіндіктерін түсінуге көмектесті деп сенемін.